Ақтауда Каспий жағалауына Қазақстандағы ең ірі шипажай қонақ үй кешені салынып жатыр. 2018 жылдан бастап еліміздің тұрғындары мен қонақтары теңіз жағасында ем қабылдап 4 жұлдызды қонақ жайда демала алады. Мұнда емдік шаралар ғана емес, косметологиялық қызмет түрлері де көрсетілмек. Сондай-ақ ересектермен қатар балаларға да жағдай жасалған. Атыраулық Меншиковтардың отбасы демалу үшін Каспий жағалауына турист ретінде алғаш рет келген. Ұзақ жылдар бойы демалысын шетелде өткізіп келген қонақтар отандық туризм саласындағы қызмет түрлеріне көңілдері толатындарын айтты. Сервис замечательный. Жақсы қызмет көрсетіліп жатыр. Мен туризмді дамытып, отбасылық демалысты дәл осы Каспий жағалауында өткізушілерді қолдаймын. Келешекте бұл теңіз аймағы бұдан жақсара түседі деген ойдамын. Отандық туризмді қолдауға шақырам. Каспий жағалауындағы қонақ үй кешені 10 жылға жуық уақыт жұмыс істеп келеді. Бастапқыда бұл жер суға түсуге арналған жағажай болатын. Ал оны кеңейтуге келгенде түркиялық сарапшылар 5 гектар жерді игерудің тұжырымдамасын жасаған. Қазір мұнда қонақ үй мейманхана тұрғызылып қойған. Кешен заманауи үлгіде әрі талғамға сай салынуда. Емдік шаралар және косметологиялық қызмет көрсететін 400 адамға есептелген жоба 2018 жылы аяқталады. Бұған мемлекет қолдау көрсетіп отыр. Даму қоры арқылы 650 миллион теңге бөлінген. Бұл 2 кезеңде жүзеге асырылмақ. Проект имел большую социальную значимость для региона. Жоба ішкі туризмді дамыту үшін үлкен әлеуметтік маңызға ие. Оны жүзеге асыруға мемлекет қолдау көрсетіп отыр. Маңғыстау облысындағы туризмнің келешегі зор. Кәсіп өз шығын бірден ақтап кетпесе де, түбі ақтайды. Кешенге жергілікті тұрғындардан сұраныс көп. Қазақстанның өзге өңірлері мен жақын шетелдерден де келушілер бар. Қазір қонақ үйдің бәрі бос емес, орын жоқ. Келушілерді қабылдай алмай жатырмыз. Әсел Әбдікәрімова туризм саласында кәсіпте 10 жыл тәжірибесі бар. Оның айтуынша Маңғыстау өңірінде туризм маусымға тәуелді емес. Мұнда жыл 12 ай бойы демалуға болады. Теңіз жағалауында этнотуризмге де жол ашық. 5 қабатты шипажай құрылысы аяқталған соң емдік туризмде жандана түспек. 200 адам жұмысқа тартылады деп күтілуде. Ернат Қашқынов, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ақтау 24 KZ.